Бізде де мұғалім жаман. Мен кешегі ұстаз ретінде маған бұл кәдімгідей тиеді. Я, бәлкім мұғалімнің біліктілігіне, білім сапасына біз талап қоюымыз керек шығар. Бірақ қазіргідей бала мұғалімге ұмтылған кезде, ата-ана күнде мұғалімге ұмтылған кезде біз ата-аналар академиясын ашамыз және 3 ауысымда мұғалім енді уақыты жоқ кезде ондай жасау қиын секілді. Сондықтан да алдағы уақытта бұндай нәрсені халықпен ақылдасу керек секілді. Үлкен екінші мәселе, Еділ Сабырұлы, сіз айттыңыз қауіпсіздікке байланысты. Былтыр Павлодарда 3 мектеп өртенді, күрделі жөндеуден кейін. Жаңаға да жұмысын бастаған мектептер, бізде өрт қауіпсіздігі ушығып тұр. Соны назарға алсаңыздар. Үшінші мәселе, күрделі жөндеу мәселесін мүлдем айтпай кеттіңіз. Жалпы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында жылына 1000 мектепке күрделі жөндеу өткізуіміз қажет деп жасап отырмыз. Жергілікті атқарушы билік органдары бұған немқұрайлы қарайды. Сол